Сәлем бәріңе, сендермен бірге мен Ақш. Бүгін мен сендерге осы не үшін мен ютубқа өзімнің видеоларымды жіберетінімді айтып беретін боламын. Мен өзім, сіздер білетіндей, мен животныйларды жақсы көремін. Әсіресе ит пен мысықтарды, и хомяктарды, и қояндарды, и бәрін. Сол үшін де мен ютубта видео түсіріп, ақша тауып бездомный животныйларды кормить келеді. Егер де сіз сондайларды қаласаңыз, маған подписываться етіп, бездомный животныйларға сіздер де көмектесіңіздер. Енді животный мен өскенде не болатынымды өзім айтайын. Өйткені мен өскенімде спасатель животных боламын. Өзім спасать етем. Ондай профессионал жоқ болса да. Потом, егер де сіздер өскенде не болаттарыңызды комментарияларда жазыңыз. И сіздерге қайтадан айтатыным, менің подружкамның каналына жазылыңыздар. Оның аты Элли, өзінің каналы Элли Лав бар. Оның сестренкасында да бар Лавкет және Лапкакет кез жазыла салыңыздар. Ссылкасы астында болады, бәрін жазып алыңыздар. Соған тіркеліп, подписываться етіп, барлығын көріңіздер. Өйткені ол қыз өте күшті арттармен пониға серия жасайтын болады. Егер де сіздер оның каналына кіріп подписываться етсеңіздер, сіздерге поцелуй. Енді келетін болсақ, комментарияларға сіздер жазасыздар. Содан кейін барып сіздер, егер де сіздер ютубта снимать ететін болсаңыздар, не үшін снимать ететіндеріңізді айтыңыздар. Потом ссылкасын маған жіберіңіздер. Өте күшті болады, мен сендерді көремін. Егер де кімнің медицина болғысы келеді, ондайларға сіздерге көп рахмет. Кім ветеринар болғысы келеді, сіздерге көп рахмет, что сіз осы животныйларды қорғаштап, не қылатыныңыз, емдейтініңіз. Және де мен сіздерге Back to School'ды көрсететін боламын. Егер де көп лайк жиналса, Back to School'да мен сіздерге қандай киімдер алдым, және де мен мектепке қалай дайындалғанымды айтып беретін боламын. Және де мен көп күн снимать етпедім. Өйткені көп рахмет деген видеода ол көп жиналған жоқ. Даже бір лайкты жиналған жоқ, сол үшін мен снимать етпедім. И шынымды айтсам, мен осы көп күн снимать етпедім, өйткені мен Астанада Экспо 2017-де жүрдім. Экспо 2017-де өте қызық. Сіздерге барғыларыңыз келсе барыңыздар, өте қызықты іштерінің бәрі. Сіздерге экология туралы айтып береді. 8 этаждан тұрады, 8 этаж өте қызық. Және де, бірақ біреуі, ол өткені, ол жерде вообще фонтандар жоқ и так далее. Бірақ оларды балалар ойнайтын алаң бар, аквапарк бар, бәрі бар. Өтінем сіздер Экспо 2017-ге барып көріңіздер, өткен ол жер ең күшті экспо екен. Барлық адамдар келіп жатыр. Және де бір африканецтер келді, қара адамдар, ағылшынша адамдар, индейцы келді, который маған қолыма қына жағып берді. Егер де қолында қына әдем болса, сіздер комментарияға жазып лайк басыңыздар. Сол үшін де. Экспо 2017-ның ішіндегі ең ұнағаны маған 8 этаждағы мост. Оны егер сіздер де білсеңіздер, мен Экспо 2017-ге барып көрсеңіздер, комментарияға жазыңыздар. Қашан және қандай күшті болды ма? Және де оның 8 этажында қандай мост бар екенін. Мост.
И өте күшті болды. Мен сіздерге тағы да айтарым. Менің каналыма жазылыңыздар. Подписаться деген бір қызыл кнопка тұрады астында. Егер де сіз қазақша неде тұрсаңыз, клавиатурада тұрсаңыз, жазылу деген тұрады. Соны басасыз. Потом қасында колокольчик шығады. Колокольчикті тоже басасыз да, галочка қойып, я дегенді басасыз. И және де менің подружкамның каналыма жазылыңыздар. Элли Лав және Love Cat, Лапка Кэт. И мен сендерді барлығыңды жақсы көремін. Біздің белгіміз мынандай болады. Ну, егер де сіздер қаласаңыздар, қаламасаңыздар, қалай екенін көрсетіңіздер. Қолдарыңызбен көрсетіңіздер, фотосын жіберіңіздер. Өте күшті болады. И менің каналыма жазылып, менің подружкамның каналына да жазылыңыздар. Сіздермен болған мен Ақш. И всем пока!